әуелі назарларыңызда жеңіл өнеркәсіп бұйымдарын технологиясы мен конструкциялау жайлы шағын бейне түсірілім. Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы мен конструкциясы және дизайн кафедрасының профессоры, техника ғылымдарының кандидаты Серік Ираханұлы Мұнасипов. Енді бұл кафедрада жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және конструкциялар мамандығы бойынша екі мамандандыру бар. Біреу жаңа тігін бұйымдарының технологиясы және былғары және өрбір бұйымдарының технологиясы және конструкциялау бойынша біз студенттерді дайындаймыз, мамандар келешек. Негізінде жаңа соңғы аталған мамандықты тек қана Қазақстан бойынша тек қана осы кафедра дайындайды. Бұндай кафедралар Алматыда бар, Шымкентте бар, Рудныйда бар. Бірақ та жаңағы соңғы мамандықты, былғары және өрбір бұйымдарының технологиясы және конструкциялау мамандығы бойынша тек қана осы Тараз мемлекеттік университеті дайындалады. Сіздер білесіздер, өкімет көп көңіл бөліп жатыр біздің жаңағы өндірісіміз дамуға, жеңіл өнеркәсіп. Сол себептен жыл сайын 450 грант бөлінеді, оқу гранты. Соның көбісі жаңағы тігін бұйымдарына, бас киімдер технологиясына сондай неге қаралып кетіп жатыр да. Ал Қазақстанда қазір жаңағы былғары бұйымдар технология және конструкциялау мамандығы бойынша жаңа мамандар тапшы болып тұр. Қазіргі таңда Таразда, Алматыда, Семейде жаңа өнеркәсіптер ашылып жатыр, кәсіпорындар ашылып жатыр, өнеркәсіптер, жеке жаңағы кәсіпкерліктер ашылып жатыр. Сол себептен бұл
мамандықтың болашағы зор деп ойлаймыз. Себебі біздің жаңағы мал шаруашылығымыз дамыған ел деп саналамыз. Сол мал шаруашылығынан терілерінен өңделген былғарыдан біз осы бұйымдарды жасауымыз тиіс деп ойлаймыз. Бұрынғыдай енді көбісі бұрын ол шикізаттың бәрі шетелге кетуші, қазір өзімізде қалып отыр. Кафедрада білесіздер, жаңағы екі Қазақстанның жоғарғы оқу орындарының үздік оқытушылары жұмыс істейді. Кафедраның жаңағы 50%-нан астамы атақтары бар, дәрежелері бар. Олар техника ғылымдарының кандидаттары, PhD докторлар жұмыс істеп жатыр. Кафедра бойынша жаңа біз бакалавриаттан басқа магистратура дайындаймыз. PhD докторантура бағдарламалары бойынша мамандар дайындап келе жатырмыз. Биылғы таңда да жаңағы осы қазіргі оқулықтардың бәрін қазақ тіліне жазып атқан осы кафедра. Қазақ тілінде жаңағы тігін болсын, былғары және өргі технологиясы болсын, сол мамандықтар бойынша оқулықтар бәрі дайындалып осы кафедра бойынша. Биыл тағы да бір жетістігіміз, мына студенттеріміз стартап деген конкурстарда жаңағы 3-ші орын алып 100.000 теңге тапты. Нәрді біз грант табандарын жаңағы елін зерттеу үшін ғылыми грант ұтып алдық 30 миллионға. Сондай жетістіктеріміз бар. Студенттеріміз жақсы, бәрі үлкен маман болып, көбісі жаңағы өздерінің жеке кәсіпорындары бар, немесе мынандай үлкен мекемелерде министрлікке шейін жаңағы қызмет етіп жүретіндер олардың арасында. Енді аттарын көп олардың бәрін атамай қойын, негізінде сондай адамдар дайындағанбыз. Енді білесіздер, бұл 50 жылдан астам өмірі бар кафедра. 50 жылдан астам бұрын, содан бері біз қанша мыңдаған маман дайындағанбыз. Тек қана Қазақстанда емес, біз кезінде Тәжікстанға, Қырғызстанға, Ресейдің бергі аймақтарына, неге дейін, Грузияға дейін мамандар келіп осы жерде оқитын студенттерге. Қазір енді өздері ол ауылдарына кетті. Байланыстарымыз, халықаралық байланыстарымыз бар. Ресеймен, Ресейден, Новосибирскпен, Москваның институтында мен сояқта аспирантураны бітірген. Қазір кафедраның меңгерушісі Диназаров Серік Жанабаш деген доцент, олар бәрі Каунасты бітірген. Анау Каунастың нелері, көріністері, анау студенттер. Анау ортада енді Новосибирскте филиал бар. Москваның мемлекеттік дизайн және технология университетінің филиалы. Сол сияқты осындай жетістіктеріміз бар. Құдайға шүкір мүмкіншілік бар. Оқу өндірістік нелеріміз бар. Зертханалық лабораторияларымыз бар. Құдайға шүкір бәрі бар. Оқиын деген адам болса, оларды мамандандыруға бәрі ықыласымыз саламыз. Сауалнамамызға жауап бергеніңізге рахмет сізге. Біз қазір 25-309 кабинетіне келдік. Бұл 25-309 кабинетте жүгіткі және Д курсының бірінші курс оқушылар отыр. Соларға шағын ғана сауалнама алып кетсек. Енді ішке кірейік. Заматсыз ағай, бола ма кіруге? Ал енді бірінші курстарға сауалнама қоя кететін болсақ. Сіз қай мамандықта оқып Мен Ақылбекова Айгерім, бірінші курс студенті, жеңіл өнеркәсібі мамандығында оқимын. Бұл мамандыққа түскен себебім мен ұбт-дан 85 балл алғам. Және де осы мамандықты бітіргенде инженер-технолог мамандығын алып шыққым келеді. Және де осы мамандыққа өзінің үлкен үлесімді қосып, үлкен жетістіктерге жетемін деп ойлаймын. Рахмет жауап бергеніңізде. Ал енді келесі сауалнама. Мен бірінші курс студенті Майдарбек Али.
мен де ЖБТ мамандығында оқимын. Елбасымыз айтып кеткендей, осы жеңіл өнеркәсіп ұйымдарының технологиясын дамытуға өз үлесімді қосуға атсалысамын. Рахмет сізге көп-көп. Бірінші курстан сауалнама алу үстіндеміз. Көріп отқандарыңыздай бірінші курс реакция теңгерін, химиялық реакция теңгерін жасалады. Сауалнама қоятын болсақ, кешіріңіз, сізге сұрақ қойсақ бола ма? Иә, әрине. Сіз жеңіл өнеркәсіп ұйымдарында оқисыз ба? Иә. Бірінші курс не себепті жеңіл өнеркәсіп ұйымдарына түстіңіз? Не мақсат еді? Соны айта кетсеңіз. Мен Нұрнәсия ЖБТК мамандығының бірінші курс білімгерімін. Бұл мамандыққа түсу себебім мектеп кезінен бері мен инженер технолог болуды армандайтынмын және де осы Тараз мемлекеттік университетінде ЖБТК мамандығы жақсы дамығандығын естіп, осы университетке түсуді жөн көрдім. Қазір бұл мамандық маған өте қатты ұнайды және де екінші курста аяқ киім және де өндіріс кожа мех өндірісіне келетін үшін өте қуаныштымын. Бұл мамандық маған ұнайды. Рахмет. Сауалнамаға келетін болсақ, кешіріңіз, сіздер сұрауға бола ма? Сіз жеңіл өнеркәсіп ұйымдарында оқисыз ба? Иә, жеңіл өнеркәсіп мамандығында оқимын. Бірінші студент. Сол жеңіл өнеркәсіп ұйымына неге, не мақсатпен түстіңіз? Соны айта кетсеңіз. Бұл жеңіл өнеркәсіп мамандығы, яғни ЖБТК тек қана бұл мамандықпен инженер технолог қана болмай, модельдер конструктор және де модель болуға болады. Сондықтан да бұл мамандық жаңағы универсальный мамандық дейді, сол мамандықтан осы мамандықты таңдадым. Рахмет сауалнамаға жауап бердіңіз. Көріп тұрғанымыздай бірінші курс студенттердің алға қойған мақсаттары берік екен. Екінші курсынан сауалнамаға кететін болсақ, сіз қай мамандықта оқисыз? Мен жеңіл өнеркәсіп ұйымдарының технологиясы және конструкциялау мамандығының екінші курс студентімін. Аты жөнім Жақсылық Аида. Бізде мамандықта екіге бөліп қарастырамыз, яғни ол тікіші мен тікек. Яғни мен соның ішінде кожа мехында. Бізде мамандандырылған бірнеше сабақтар бар. Оларды айта кететін болсақ, яғни материалтану, былғары бұйымдарын сертификаттау және стандарттау, кәсіптік былғары бағдарламасы және де былғары бұйымдарының өндірістік технологиясы. Сауалнамамыз 3-ші курс пен 4-ші курсқа арналады. 3-ші курстан сұрайтын сұрағымыз, сіз өзіңіздің теориялық жүзде қалай негіздеп аласыз? Мен Ордабаева Аида осы жеңіл өнеркәсіп ұйымдарының технологиясы мен құрастыру мамандығының 3-ші курс студенті боламын. Теориялық білімімізді біз практика жүзінде жетілдіріп жатырмыз. Ол яғни бізде технологиялық корпусының 5-ші корпусында орналасқан оқыту цехы бар. Сонда біз өзімізге нақты тәжірибе жүзінде көзбен көріп, қолмен ұстап, өзіміздің білімімізді жетілдіріп жатырмыз. Мысалға айтатын болсақ, аяқ киім бөлшектерін шашып, жинап, немесе үстіңгі бөлшектері мен астыңғы бөлшектерінің өзінің ерекшеліктерін, тағы да басқа да нелерін, негіздерін оқып үйреніп жатыр. Біздің кафедрамыздың, біздің студенттеріміздің жетістіктеріне тоқталатын болсақ, яғни республикалық конкурстарда, ғылыми-практикалық конференцияларда, жүлделі орындарды алып келіп жатыр. Оның үстіне ғылыми-практикалық конференцияларда алдыңғы орындарды иеленіп жүр. Оның бәрі біздің мұғалімдеріміздің ғылыми атақ дәрежелерінің бар және солардың білімділігінің, біліктілігінің арқасында деп білемін. Рахмет. Енді 4-ші курстардың әр мамандықтарында өздерінің дипломдық жұмысын қорғайды. Сол дипломдық жұмыс жайлы не айтып кетесіз? Дипломдық жұмыс жайында айтпаспын, өзім таныстырып өтейін. 4-ші курс студенті Ташыбаевтың Отнолауына. Жалпы айтатын болсақ, біздегі жаңағы
үшінші курс студенті айтып өтті. Жалпы тәжірибе жүзінде болсын, басқа да біз негіздеп жатырмыз. Және де осы өзімнің қазіргі заманауи тұрғыда қарап отырсам, менің жұмысым осы заманға сай келіп отыр. Яғни тақырыбы аяқ киім жобалауға арналған заманауи автоматтандырылған жобалау жүйесін талдау. Бұл жалпы жұмыс жасау барысында өзіміздің мұғалімдік оқытушылық құрамымен тікелей жұмыс жасап жатырмыз. Және де осы жұмыс барысында біршама шет жаққа шығуға да мүмкіндіктеріміз бар. Мысалы алатын болсақ, дәл осы жұмыс барысында біз осы Алматыда өтетін оқу конференцияға қатысуға мүмкіндікке шығып отырмыз. Және де сол жерден жүлделі орын аламыз деген ойымыз бар. Рахмет. Рахмет. Сіз осы 4-ші курс бітіргеннен кейін ары қарай осы мамандыққа байланысты қандай жоспарларыңыз бар, соны айта кетсеңіз? Жалпы жоспар дегенде дәл осы бағытта, осы мамандықта магистратураны бітіріп, яғни магистратураны алып, және де осы бар ойым осы Таргудың қазіргі оқытушы құрамының біліктілігіне қарай отырып, дәл осы Таргуде өзім, яғни мұғалім болып қаламын деген шешімде отырмын. Рахмет. Мен Ануар Байзада Мұстафа қызы, жеңіл өнеркәсіп бұйымдарын технологиясы мен конструкциялау мамандығының білімгері.